Ассалаумалейкум ағайын. Біздің кезекті практика сабағымыз бүгінгі вождение кішкене сложный, қиындау да. Өйткені жол тайғақ көріп тұрмыз. Так, мына машинаның қатесін көрдік па? Қандай қате жасады бұл машина? Вообще аяқ асты жүріп кетті ғой. Иә, поворот жаққан жоқ, уже қазір типа кешірім сұрап жатыр бізден. То есть ол деген айнасына қараған жоқ, поворот жаққан жоқ, иә? Я вообще думала, он там никого нет, он стоит. Саға оңға поворот жағамыз. Ақырын. Обязательно ақырындаймыз. Так, бірінші не істейміз? Мына жаққа қараймыз, өйткені бізде правосторонний движение. Ары қарай мына айнаға қараймыз. Айна деген бұрышқа жетті, почти көрдік қой, жетті. Енді рульда бір оборот бұрамыз, полностью бір оборот болды. Бір оборот деген 360 градус, да? Так, енді орнына қайтарамыз. И кішкене газ бассақ болады енді. Құрметті ағай, мынау енді бізде мынадай жер үйлер, частный сектор болғаннан кейін абай жүру керек. Абай қаттырақ жүрмейміз, ақырынырақ жүрміз, ақырынырақ. Бұл енді бұндай жерлердің бәрі тұрғын аймаққа тепе-тең, то есть приравнивается, да, жолай. Сондықтан бұл жерде қатты жүруге болмайды. Жүре берейік. Бізде енді оң жақтағы қозғалыс болған оң жақпен жүреміз. Машиналарға келетқан кезде әркім өз жағымен жүру керек. Мына жерде абай боламыз, мына жер көрінбейді. Қарама-қарсы бағытқа шығып кетуге болады, егер екінші жолақ болса, мынандай жерде мысалы машина тоқтап тұр, яғни біз қарама-қарсы бағытқа шықтық. Шыққаннан кейін қайтадан қайтуымыз керек. Бірақ бұның бәрін біз поворот жағу арқылы істеуіміз керек. Ақырын, мына жер уступи дорогу дейді, ақырындаймыз. Бірінші оң жаққа қараймыз. Sonra солға қараймыз, ешкім жоқ болса алып кеттік. Так, ағайын, бүгін рульда Диана. Біздің Диана деген аруымыз. Бірінші сабақ, сондықтан қатты көп комментарийда кішкене оспаңыздар, өйткені бірінші сабақ. Бірінші рет ұрылып отырған адам. Так, оңға бұрыламыз, кішкене жылдамдықты азайтып, барып, уступи дорогу знак. Мына жаққа қараймыз обязательно. Енді мына айна жетті ғой бұрышқа, енді рульді бұра береміз, бір оборот бұрамыз. Болды, бұны артық болмаймыз. Аты көп бұл жүрсек, тоже болмайды. Кішкене газ басайық, аты жүрмей қалды машина. Рульді қайтарамыз. Ал кеттік, кішкене газ басайық. Мына жер көрінбейтін аймақ болғаннан кейін кішкене оң жақпен жүреміз. Өйткені мына жерде қарама-қарсы келетқан машинаны біз көрмейміз, сондықтан өз жағымызбен жүреміз. Көрдік па, мына жерде машина келеді, жүре қорықпаймыз. Жүре. Мына жерде жапырақтар жатыр, неге жинамаған? Жапырақтарын кесірін олар. Так, қазір оңға поворот жағамыз, оңға бұрыламыз. Жүре. Бұл жерде дегенде радиусы үлкен повороттың. Қазір айнамыз жетті ғой, бұрышқа жетті. Енді рульді бұра бастаймыз. Кішкене газ, бұл жерден көп бұрудың керек жоқ, рульді көрдік па, көп бұрмаймыз. Өйткені бұл жердің радиусы үлкен екен. Яғни түсінген боласыздар. Рульді әр кезде әртүрлі бұрылады. Бір оборот, бір жарым оборот деген болады. Жарты оборот, жартының жартысы да, ширек. Оның бәрі радиуске байланысты. Оңға қарай бұрғанда көбірек бұрамыз, солға қарай бұрғанда кішкене сәл аз бұрамыз. Өтіп кетсін, өйткені өте алмай қалады. Жүре береміз. Мына көлік, мысал үшін, жол жүру ережесін бұзып тұр. Неге? Жүре берейік. Басамыз, бізге главный ғой. Бұл ережені бұзып тұр. Неге? Өйткені біз ол тақырыпты өткен жоқпыз ғой, біз өтеміз скоро. Кез келген жол қиылысынан правиланы оқысақ, 12-ші бөлім, раздел. Жол жүру ережесінің 12-ші. Қиылыстан 30 метр. 30 метр. Біледі, көрді ба, уже Диана біледі. Өтіп кеткен екенбіз ғой, тақырыпты. Молодец, көрдік па. Жаңағы машина, мен сол кезде сабақта айтқанма, неге 30 метрден алыс тұру керек? Өйткені маневр жасағанға кедергі жасайды машиналар. Жаңағы көлік, мысалы үшін, солға бұрылғанда ол кедергі жасады, сонда ғой, сондықтан ол біздің қарама-қарсы бағытқа шығып кетті, біз оны көрдік та, ақырындап тоқтадық. Мен өзім постоянно айтып отырамын осы видеода. Ағайын,
торымызды басып үйреніңіз деп. Мен басында да айттым ғой, маған. Аяқты торымызға газ емес, сигнал емес, торымызды басып үйренейік деп. Ақылақа жүре бере. Бұл енді опасно, қауіпті бұрылыс деген знак тұр, значит қауіпті. Не үшін қауіпті айттық қой жаңа, жүр. Өте радиусы кішкентай. Рульді орнына қояйық и кеттік. Осымен құрметті ағайын, осы видеоны мен тоқтатайын, өйткені видеомен түсіріп отырып сабақ беруді қиындау. Оңға поворот, айқай, кішкене ақылдап. Айнаны мән береміз, ал енді бұрамыз. Бір абортодан артық тұрмайық. Көп то жүрсек тоже болмайды. Ал енді ондай болса, қош сау болып тұрыңыздар. Ал Диана. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.